Сәлеметсіздер оқырмандарым, бүгін сіздерге қоспа басқа атау жент дайындайтын боламын. Ең алдымен сүтімізді отқа қойып, қайнатып аламыз. Қайнаған соң араластырып айранымызды құямыз. Бір қалыпты ұю үшін араластырамыз. Міне сүтіміз бөлектене бастады. Енді осылай оттың астын азайтпай, қақпағын жаппай қайнатамыз. Ақырындап суы сарғая бастайды. Бір сағат өткен соң қақпағын жауып, отты азайтып 3 сағатқа қоямыз. Міне уақыт өткеннен соң қоспамыз түсін осылай өзгертеді. Енді осыны сүзіп аламыз. Дайын болған қоспамызды бір күнге осылай кептіріп қоямыз. Кепкен қоспамызды ет тартқыштан өткізіп, дайын болған массамызға қант және майымызды құямыз. Өз ыңғайларыңызға байланысты алдымен қасық, кейін қолмен араластыруға болады. Енді міне осылай біріккеннен кейін домалатып, немесе кез келген формамызды жасай бастаймыз. Соңында мен жартысын кокос ұнтағын араластырдым, бірақ ол өз қалауларыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.